Одан кейін қазір жігіттер Инстаграмға, интернетке кіріп қалса, автокөлікті лотерея ойнату деген нәрсе қаптап кетті. Модаға айналды осы нәрсе. Жігіттер, бұл харам нәрсе. Ақылымыз жинайық, ойланайық. Алла Тағала Құранда ақылдарын істетіңдер дейді ғой. Неге біз осыны жасар кезде білім егелерінен мынау қалай болады деп сұрамаймыз? Мынау дүниедегі басты мақсат табыс табу болды ма, басқа жоқ па? Тек баю керек болды ма? Осы дүниедегі мақсат сол ма? Адал, арам деген нәрсеге қарауға болмай ма? Бұл харам нәрсе, жігіттер, қараңыздар. Алла Тағала Құр'ани Каримде құмар ойынын арақпен, ішімдікпен бірге қосып тұрып айтады. Бұл шайтанның амалдарына дейді. Қараңыз кімнің амалы екенін. Бауырлар, ал сіз мұсылмансыз ғой, шайтан емессіз. Екіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзіне қарсы шығады бұл амал. Қараңыз, 100 адам билет алады. Жаңа автокөліктің билетін 5000 теңгеден алады. Мысал үшін 100 дегенде көп қой ол. Енді сол 100-нің бәрінің ойы қандай болады? Ана бейшара анау ұтса екен деп тұра ма? Жоқ, 100-нің ойы да бір жерден шығады. Мен ұтсам екен. Мен де болсам дәл солай ойлаймын. 5000 теңгеге билет алып, дәулет ұтса екен деп ойламаймын, мен жынды емеспін ғой. Ал ойын біткеннен кейінше біреуі қуанады, 99-ы өкінеді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сенің иманың кәміл болмайды дейді. Сен толық иман келтірген болмайсың. Өзіңе қалағанды өзге де болсын деп қаламайынша. Бағанағы 100-і ше? Жоқ, өзге де болмасын, менде болсын деп ойлайды. Бұл амал, жігіттер. Менің сөзім емес, жігіттер, маған ренжімеңіздер. Бұл Алла Тағаланың қайтарған нәрсесі, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қайтарған нәрсесі. Енді ойлаңызшы, бұл харамды алып өзің жеп қойсаң жақсы ғой. Осы харамды бала-шағаңа апарып бересің ғой, ас қылып. Бала-шағаң жейді ғой бұл харамды. Ойлансай кішкене. Харамды жеуге рұқсат етеді. Шошқаның етінде жеуге рұқсат етеді. Қай уақытта? Одан басқа тамақ жоқ. Енді сен өлейін деп тұрсың, бұдан басқа мүмкіндік жоқ кезде. Онда да тойып емес, аман қалу үшін жеуге рұқсат етеді. Бірақ ағайындар, аштан өлейін деп жатқан жоқпыз ғой. Лотерея ойнатып жатқан жігіттер, тырнақтарын ақшаға алдырып жүрген жігіттер ғой бұлар. Ойланайық, жігіттер.